Қайырлы күн оқырмандар, бүгін мен үшін ерекше күн болды десем болады. Өйткені менің көптен күткен армандарымның бірі бүгін менің қызым садикке барды. Ол енді садикке бармақ түгіл мектепке барғаннан кейін болған жоқпыз, бірақ жатырқап жылап қалды. Мендегі фобияның бірі мен қызым садикке кетсе не істеймін деген ой болады. Үйге келіп не істеймді білмей қалдым деймін ба. Не істеймін, қорқып жүрсем үйде жұмыс жетеді екен ғой. Өмірімде көрмеген жылан балықты көріп, оны ашымасам да сырттай қорқып жүрмін ғой. Как будто түрінің өзі жылан балыққа ұқсайды екен. Өмірімде бірінші рет көріп тұрмын ол балықты. Атам әкеп бергесін амал жоғынан қуырып бердім десем болады үйдегілерге. Ал мына жерде гүлім не істеп отыр десеңіздер, балықты қуырып жүріп екі жаққа шайды беріп жүрген кезде сол кезде үстіме шай құйылып кетіп, солай бүгін аяғым күйді деп бір жылап алдым. Басы ащы болса аяғы тәтті болады дейді ғой. Балықты жылан балықтан қорқып балықты өкіртіп тұрып жеп алғансыз ғой. Негізі мен балықты қатты жақсы көретін адамдардың қатарынамын. Но бірақ жылан балықты сырттай көрген кезде қатты қорқып едім. Но на самом деле тәтті екен. Сіздер жылан балықты өмірде көргендеріңіз және де жеп көргендеріңіз бар ма, және де оны жеуге бола ма, сол жайлы білесіздер ме? Комментарийға жазып кетіңіздер. Бүгін бізде Алматыда күн ауа райы жаңбырлы бұлтты болып тұрды. Біздің үйде осы Алматыда жаңбыр жауса болды, осындай ұлылар қаптап үйдің жоғарысына өрмелеп шығып кетеді ғой бізде. Солай сағат уже 12:30-да уже бүгін біз қызымызды тек түске дейін ғана садикке бердік. Пока үйреніскенше осылай 1-2 күн үйреніскенше осылай обедке дейін алып кетеміз деп апайына айтып қойдық. Шай тамақ ішіп болғаннан кейін апайы болды, біз жатамыз, әлде жата берсін ба деді. Жоқ, шамалы үйреніскенше ала тұрайық деді. Ұлым садикте қалған ая деп іздеп жүр деп апайы тағы да запиш видео жіберіп, садиктегі балам бауырын іздеп, солай қазір келеді деп әрең көндіріп, баламды әрең ұйықтатып та апайы бізге мына жақта айтып жатыр ғой, бауырын іздеп жатыр деп. Солай бүгін бізде понедельник, каждый понедельник бізде үйдегілердің бәрінде выходной демалады. Сондықтан бүгін біз ертерек ішіп алдық та, ерте қорда жасап, сағат 5:30-да ужинді ішіп болғаннан кейін сағат уже 6 болды. Не істейміз деп аяқ астынан қой құрсын деп үйде отырмайық деп аяқ астынан киноға шығып кеттік. Еще киноға қалай бардық десеңіздер, барша достарымыз екі баласымен, біз екі баламызбен барғанбыз ғой. Ойбу, өзімізді таппай әрең барып келдік десек болады. Осы жерде де өзімді бір кінәлақпай жырып-ашып екі баламен бара берек отырады ғой дегем ғой. Солай киноға әдемі болып кіріп, өзіміз қасында бургер кингтен бургер алып осылай кіреміз ғой кинотеатрға. Солай кинотеатрға барған кезде ең қызық жерін айтайын, өзімізше бургерімізді алып спокойно отырып бургерімізді жейміз деп ойлағанбыз ғой. Сөйте қызым дауысы қатты шыққанынан қорқып, тем более ана экраны қатты жақын болып, адамдар дәу болып көрінгеннен кейін сол отырған жерімізді басына көтеріп жыламасы бар ма? Содан не керек, қызымды көтеріп алып киноны қарап әйтеуір осындай кезде кинода бітпей кетеді ғой. Солай бүгін біз солай болып қалды деген киноға бардық. Но 10-нан 8 деген балл берем. Солай қызымыз екеуміз тұрып қарап тұрып үйге у-шумен қайттық. Балаларымды ұйықтатып тастап, мана қызым жылап, бургерімді да ештеңемді ішпегем ғой. Солай балаларымды ұйықтатып тастағаннан кейін манаға сағат 5:30-да ішкен қуырдағымыз тарап кетіп, сонымен үйге келіп қарын ашып балаларды ұйықтатып тастап, өзім бургерді тойып тұрып жеп алдым. Ай, ана жүрек қандай, бүгінгі менің шаршағанымды білмеймін енді. Кәдімгідей шаршадым, бірақ ертең басқа күні тағы киноға барайық десем, мен атып тұрып екі баламды алып шығатын адаммын. Бәрібір ұмытып кетемін да мен кешегі шаршағанымда не істегенімді ше. Ертең тағы барайық киномен бала шағамен десе де бара беретін адамдардың бірімін ғой. Кстати, кеше мен видео жаттығу жасамай штрафқа түсіп қалдым. Бүгін бірінші жазған адамға штраф деп жазған адамға не жазам. Бүгін қолым босаған жоқ. Ертең сіздерге отчет жіберіп, сыйақымды ол кісіге жіберетін боламын. Бүгін бірақ мен күшті комплимент естідім. Арықтап қалыпсың, қалай арықтап жатсың деп. Қалай арықтағаным қызық болса, менің етуіме өт деп, оны да қызықтырып кеттім. Солай оқырман, бүгінгі күніміз осылай өтті. Лайк басып, комментарий жазып, маған тіркелуді ұмытпаңыз.